Сәлеметсіздер ме? Сіздердің назарларыңызға бір жәдігер тарихы атты онлайн жобасын ұсынамын. Мен сіздерге велосипед туралы айтамын. Велосипед латын тілінен аударғанда велос жылдам, пес аяқ, адам күшімен қозғалатын көлік түрі. Жалпы велосипедтің шығу тарихы мен оны нақты кімнің ойлап тапқаны бізге белгісіз. Дегенмен, велосипед туралы әңгіме қозғалған ең дұрыс болжам ретінде неміс бароны Карл Дрезден есімі аталады. Бұл машина өнер тапқыштың атымен дрезина деп атай басталды. Өнер тапқыш өзі жасаған машинасын 1817 жылы патентті алады. Дрезина халыққа бірден танылып, тіпті ол Париж бен Лондонда да табысқа ие болады. Сонымен, Шотландияның оңтүстігіндегі кішкентай қалада қарапайым жұмысшы, темір ұстасы Киркпатрик Макмиллан неміс моделін зерттеп, жүгіру ыңғайлығы мен қозғалысты жеделдетуге қамқорлық жасап, скутерға ертоқым мен педальды қосты. Келесі ашушы Пьер Ларман болды. 1862 жылы ол Дэнди Хорсға педаль орнатты. Ол жас француз Пьер Мишомен бірлесе отырып, техниканы жетілдіруге жалғастырды. Жақтауды ағаштан емес, металдан жасады. Дизайнды велосипед деп атады. Сөйткен велосипед жылдар бойы техникалық жағынан жетіліп, бүгінгі күнге дейін адамзат кәдесіне жарап келеді. Ровер, Шкода, Пежо, Опель сияқты өткен ғасырдың басында құрылған автокөлік шығарылатын көптеген компаниялар әуел баста велосипед зауытынан бастау алған. Жүргізушінің жынысына қарамайтын велосипед гендерлік теңсіздікті жоюға да үлес қосты. Оның арқасында әйелдер еркін қимылдауға мұрша беретін тар корсетті тастап, велосипедтің арқасында сәнге айналған әрі ыңғайлы шалбар кие бастады. Өткен ғасырдың аяғына таман Кеңес одағының адамның жас шамасына қарай Дружок, Школьник, Орленок, Салют, Кама, Урал, Уралец, Украина, Аист, Чайка сияқты велосипедтер кеңінен тарағанын жақсы білеміз. Ақмола облыстық тарихи-өлкетану музейінің қорында 1965 жылы Көкшетау қаласының металлист заводында шығарылған балалар велосипеді сақталуда. Бұл 3 доңғалақты көлік рамасының конфигурациясына қарағанда 3-5 жастағы балаларға арналған. Рамасының рөлі темірден жасалып, көк түспен боялған. Отырғышы қызыл түсті, доңғалақтары сары түспен боялып, резинамен қапталған. Рамасында шағалының суреті салынған. Оның алдыңғы үлкен доңғалағы педаль арқылы қозғалысқа келеді де, артыңғы 2 доңғалағы сүйелмелеуші қызмет атқарады. Бұл балаларға серуендеуге арналған көлік түрі. Біздің музейға металлист заводының цех бастығы Васильев 4 ақпан 1968 жылы тапсырған. Кеңес одағының кезіндегі шығарылған велосипедтің бір үлгісі болып табылады. Биіктігі 63 сантиметр болса, ұзындығы 68, ал жалпақтығы 42 сантиметр. Кеңес үкімет кезіндегі құны 12 сом 54 тиын. Бүгінгі күні саны миллиардтан асатын бұл көлік әлемнің кейбір аймақтарында серуендеуге, спортта қолданылса, кей жерлерде негізгі транспорт түрі болып табылады.